конституция дегеніміз бұл еңбектеген баладан еңкейген кәріге дейін әсер ететін аса маңызды саяси құқықтық құжат. Енді адвокатура институтын конституцияға енгізудің негіздемесіне тоқталмас бұрын, мен конституцияның преамбуласынан бастағым келеді. Өйткені преамбуладағы әділетті Қазақстан заң мен тәртіп қағидаттары және сонымен қатар халықаралық деңгейде мойындалған мынау Миранда құқығына тоқталмай, осыларды өзара байланыстырмай адвокатура туралы айту мүмкін емес. Егер әділетті Қазақстан мен Миранда қағидаты енгізілген, бұл осы күйінде қалып, ал адвокатураға қатысты мәселе шешімін таппаған болса конституцияда, онда ол қағидаттар декларация күйінде қалып қойған болар еді. Неге? Адвокатура институты осы құқықтарды адамға қатысты қолданудың тікелей механизмі. Конституция жобасының ең басты жаңалығы бұл человекоцентричность дейміз. Енді қазақша нұсқасында адамға бейімделуі, адамға бағытталған деген. Яғни адам және адамның құқықтарына басымдық беруінде деп айтар едім. Заң мен тәртіп, сонымен қатар Миранда қағидаттары осының дәлелі болатын болса, енді осы конституцияға адвокатураға қатысты көптен күтіп келе жатқан заңгерлер қауымның көптен көтеріп келе жатқан мәселесінің енуі бұл өте қуантарлық жағдай.